Сәлеметсіздер ме? Сіздер Бәйтерек холдингінің жаңалықтар топтамасын көріп отырсыздар. Маусым айында отандық бизнесті қолдауы, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және жаңа даму бағдарламалары жайлы баяндаймыз. Үкімет отырысында Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі ақ басқарма төрағасы Рустам Қарағойшин отандық өндірісті қолдау шаралары туралы баяндама жасады. Оның айтуынша, экономикаға 8 триллион теңге бағыттау бастамасы аясында холдинг пен Самұрық-қазына ішкі нарықты отандық өндірушілермен оффтейк келісімшарттар арқылы қамтамасыз ету бағытында бірлескен жұмыс жүргізіп жатыр. 2024 жылы май мен автодөңгелектерден бастап шойын құю мен тұрмыстық техникаға дейін 33 жаңа өндіріс іске қосылды. Өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы вагон, автобус және арнайы техника өндіретін 15 кәсіпорынға қолдау көрсетілді. Бұл 26 мыңнан астам техника бірлігінің шығарылуын қамтамасыз етті. Сонымен қатар 88 мың бірлік ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылды. Қазақстандық компаниялардан сатып алу көлемі 7 есеге өсіп 99%-ға жуықтады. 2025 жылы қағаз, сода және басқа да маңызды тауарларды өндіретін жаңа жобаларды іске қосу жоспарланып отыр. Енді кәсіпкерлер еліміздің барлық өңірінде қаржыландыруды жеңіл ала алады. Бәйтерек холдингінің баспасөз хатшысы Перизат Шакенова даму қорының 2 жаңа кепілдік қоры іске қосылғанын хабарлады. Бірінші қор 7 миллиард теңгеге дейінгі жобаларды қолдайды және 85%-ға дейін кепілдік береді. Қазірдің өзінде қайта өңдеу, көлік, медицина және білім салаларындағы көптеген өтінім мақұлданды. Екінші қор 7 миллиард теңгеден жоғары ірі инфрақұрылымдық жобаларға арналған. Мұнда кепілдік көлемі жобаның 30%-на дейін, мерзімі 15 жылға дейін. Перизат Шакенованың айтуынша, бұл қорлар бизнеске кепілзатсыз да қолдау алуға мүмкіндік беріп, жұмыспен қамтуға, экспортты арттыруға және өңірлердің дамуына серпін береді. Қазақстанның Бенилюкс елдеріне бизнес миссиясы аясында Бельгия, Қазақстан іскерлік кеңесінің 3-ші отырысы өтті. Брюссельде Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының орынбасары Тимур Онжанов сөз сөйлеп, шикізаттық емес экспортты, шопты және инвестициялық жобаларды қолдау шараларын таныстырды. Бельгия, Қазақстандағы негізгі инвесторлардың бірі. Біз әріптестікке ашықпыз және экспортты сақтандырудан бастап технология трансферін ілгерілетуге дейінгі ауқымды құралдарды ұсынамыз, деді ол. Сондай-ақ Креденді агенттігімен кездесу өтіп, экспорттық мәмілелерді бірлесіп сақтандыру мәселелері талқыланды. Іскерлік кездесулер Люксембургте жалғасын тауып, Тимур Онжанов холдинг жобаларын таныстырып, Лаксчам ұйымымен ықтимал серіктестік мәселелерін талқылады. Ұлттық экономика министрлігі мен Бәйтерек холдингінің қолдауымен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры микро, шағын және орта бизнеске арналған жеңілдетілген несиелеудің жаңа өрлеу бағдарламасын іске қосты. Бағдарлама аясында кәсіпкерлер жылдық мөлшерлемесі 12-6%-дан аспайтын несие ала алады. Өрлеу бағдарламасы бизнестің инвестициялық жобаларын жүзеге асыруына, айналым қаражатын толықтыруына, немесе 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап алынған несиелерін қайта қаржыландыруына мүмкіндік береді. Максималды несие сомасы инвестициялық мақсаттарға 7 миллиард теңгеге дейін, айналым қаражатына 3,5 миллиард теңгеге дейін. Несиелеу мерзімі 10 жылға дейін. Бағдарлама бойынша қолдау өңдеу өнеркәсібі, көлік, туризм, білім беру және денсаулық сақтау сияқты негізгі салаларға бағытталады. Бәйтерек холдингінің делегациясы Жандос Шайхының басшылығымен Қытай Халық Республикасына жұмыс сапарымен барды. Іскерлік кездесулер Бейжің, Чэнду және Сиамын қалаларында Қытайдың жетекші банктерімен, инвестициялық қорларымен және корпорациялармен өтті. Сапардың басты нәтижелерінің бірі Маңғыстау облысында қуаттылығы 160 МВт болатын бу газ электр станциясын салу жөніндегі келісімдерге қол жеткізу болды. Жобаға КЕК, МАЭК және Қытайдың Huaylian Kazakhstan Energy компаниясы қатысады. Сондай-ақ Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін қолдау мақсатында өсімдік шаруашылығы саласындағы сауда қорын құру мәселесі талқыланды. Қордың жоспарланған көлемі 500 миллион ақш долларына дейін. Сапар аясында Senator, China Development Bank және басқа да институттармен Қазақстандағы жобаларға инвестиция салу және экспорттық мәмілелерді сақтандыру бойынша келіссөздер өтті. Чэнду мен Сиамынде агроөнеркәсіп, логистика және экспорт салаларындағы серіктестіктер жайлы мәселелер көтерілді. Қазақстан мен Қытай арасындағы қаржылық экономикалық ынтымақтастық жаңа деңгейге көтерілуде. Біз екі ел кәсіпкерлері арасындағы сенімді көпір болуға дайынбыз, деді Жандос Шайхы. Тимур Онжанов бастаған Бәйтерек холдингінің және КЕК өкілдерінің делегациясы Қытайда ірі технологиялық компаниялармен келіссөздер жүргізді. Пекин қаласында Азиядағы тікелей инвестиция саласындағы жетекші компаниялардың бірі EU Partnerspен кездесу өтті. Кездесу барысында логистика, финтех, инфрақұрылым және автоматтандыру салаларындағы жобаларды қолдауға арналған бірлескен қор құру мәселесі талқыланды. Сонымен қатар делегациялы Shines, Cax және Vemicro секілді портфельді компаниялармен бірқатар кездесулер өткізді. Шанхайда Quadtron, Sany және Ajiba компаниялары ұсынған робототехника, жасанды интеллект және цифрлық медицина саласындағы шешімдермен танысты. Астанада Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының міндетін атқарушы Ерсайын Хамитов пен ICF Азия делегациясы арасында кездесу өтті. Делегацияны доктор Лю Яган бастап келді.
Кездесу барысында Қазақстан мен Қытай арасындағы инвестициялар мен қаржыландыру саласындағы әріптестікті дамыту мәселелері талқыланды. Бұған дейін Экпит аграрлық несие корпорациясының жобаларын қолдау үшін 430 миллион юань көлемінде қарыз берген болатын. Қазіргі таңда өнеркәсіпті дамыту қорына 1 миллиард юаньға дейінгі жаңа қарыз тарту мәселесі қарастырылуда, оның бір бөлігі шілде айында бөлінуі мүмкін. Сонымен қатар, юань мен облигациялар шығару, Panda Bond және Damsam Bond көлемі 5 миллиард юаньға дейін болуы мүмкін екені айтылды. Сондай-ақ холдингпен ынтымақтастық лимиттерін кеңейту жолдары қаралды. Біз Экпитпен арадағы стратегиялық әріптестікті жоғары бағалаймыз және басым жобалар үшін тұрақты қаржылық платформа құру бағытындағы жұмысты жалғастырамыз, деді Ерсайын Хамитов. Біз сіздерді ел экономикасының тұрақты дамуына бағытталған негізгі міндеттердің іске асырылуы барысы туралы хабардар етуді жалғастыра береміз. Ресми сайтымызда және әлеуметтік желілерімізде біздің жаңалықтарымыздан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.